Құрметті әріптестер, бүгінгі сабақта авторлық бағдарламаның құрылымдық элементтерімен танысатын боламыз. Оларға нелер жатады? Ең бірінші оқу бағдарламасы ең бірінші түсініктеме хаттан тұрады. Ол түсініктеме хаттарға бірінші жалпы сипаты, мақсат міндеті, жаңалығы, өзектілігі, күтілетін нәтиже жазылады. Соған мысал ретінде келтірейік. Мысалы, бала тәрбиесіндегі ұлттық құндылықтар туралы оқу бағдарламасын жасайтын болсаңыз, оған қандай мақсат қойдыңыз, мақсаты қандай, соны бірінші көрсетуіңіз қажет. Мысалы, мына жерде қарасаңыз, ұлтжанды, болашақта ел тізгінін ұстар, зияткер ұрпақты ұлттық құндылықтар арқылы тәрбиелеу, қоғамда жеке тұлғаны қалыптастыру деген мақсат қойылған болса, оны жүзеге асыру үшін төмендегідей міндеттер орындалу керек. Мысалы, ұлттық салт-дәстүрді ұрпақ тәрбиесіне жүйелі енгізу, ұлттық рух пен бірлікті ұрпақ санасына сіңіру, ұлттық мінез бен психологиялық ерекшеліктің өмірдегі жағдаяттарға қолданысын арттыру, ұлттық тарих пен шежіре, мәдениет пен әдебиет арқылы саналы ұрпақ тәрбиелеу. Міне осы міндеттер орындалған жағдайда мақсатымызға жетеміз. Ал енді келесі бізде күтілетін жағдайға не жазуымыз керек? Яғни біз қандай осы оқу бағдарламасын оқытуда қандай қолданыс кезінде қандай нәтиже күтеміз? Оған мысалы күтілетін нәтижеміз ұлттық білім мен білікті меңгерген ұрпақ шығады. Ұлттық салт дәстүр мен ғұрпын қастерлейтін ұрпақ. Ұлттық тарих мен шежіресін болашаққа жеткізетін ұрпақ. Ұлтына қызмет ететін саналы ұрпақ болатынына сенім білдіріп осы оқу бағдарламасын жасаймыз. Сондай-ақ мына жерде мысалы осы оқу бағдарламасын оқытудағы қандай жаңалықтар, яғни қазіргі таңда ұлттық құндылықтардың өзектілігі, мысалы қазір кезеңде сұранысқа ие тәрбиенің бағыты деп айтуға болады. Мысалы ұлттық құндылықтарды деп көрсетіп кетуіміз керек. Оның бәрі бізде сыныптың құрамына кіреді. Яғни мына жерде қарап кетсеңіз, түсініктеме хаттың құрамы, яғни жалпы сипаты бірінші, мақсаты, міндеті, жаңалығы, өзектілігі, күтілетін нәтижесі осылай кезең-кезеңмен қамтылуы керек. Енді бізде келесі бөлім, екінші бұл бізде мазмұндық бөлім. Міне, мазмұндық бөлімге не жазамыз десеңіз, мұнда осы бала тәрбиесіндегі ұлттық құндылықтар оқу бағдарламасын жасаған кезде қандай тақырыптар қамтылу керек? Соны да мысалмен көрсетеміз. Мысалы, мазмұндық бөлімде мысалы отбасылық құндылықтар, тарих пен шежіре, ұлттық тіл мен әдебиет сынды міне кезек-кезекпен бірінің соңынан бірі тұрған тақырыптар қамтылу керек. Мысалы, оны неше сағат оқытамыз? Және мына жақшаның ішінде тұрған бұл күтілетін нәтиже. Осы тақырыпты оқыту кезінде қандай нәтиже күтіледі? Мысалы, отбасылық құндылықтар 5 сағат оқытатын болсақ, онда қандай нәтиже күтеміз дегенде, мысалы, отбасындағы бала мен әке, бала мен ана, бала мен ата, әже, аға, бауыр, әпке, қарындас және баланың отбасындағы өз орнын білетін болады. Міне осы экраннан тақырыптары, қамтылған сағат саны, күтілетін нәтиже берілгенін көруге болады. Міне осының бәрі мазмұндық бөлімге жатады. Бізде келесі бөлім бұл нормативтік бөлім. Онда да солай тақырып, сағат саны, күтілетін нәтиже қамтылады. Онда айырмашылығы жаңа мысал кезінде түсінетін боламыз. Оған тақырыптан кейін оқу мақсаты жазылады. Яғни оқу мақсаты қандай? Осы тақырыпты оқытуда оқу мақсаты қандай? Сол беріледі. Және жаңа сол тақырыпқа бөлінген сағат саны теориялық және тәжірибелік болып айқындалып көрсетіледі. Бұл жердегі жаңа нормативтік бөліммен таныстық, мысалдан көрдік. Бізде келесі бөлім ақпараттық әдістемелік бөлім. Оған біздің жаңағы
осы оқу бағдарламасын оқыту кезінде қандай оқыту технологиялары қолданылады, қандай бағалау көрсеткіштерімен бағаланады, солардың бәрін анық айқын көрсетуіміз қажет. Бізде келесі 5-ші бөлім, онда әдістемелік нұсқаулық болады, яғни бізді күнделікті сабақ жоспарымыз берілу керек, қандай тапсырмалар орындалады, солардың бәрі осы әдістемелік нұсқаулық бөлімге жатады, яғни КМЖ және тапсырмалар болып табылады осы әдістемелік нұсқаулық бөлімі. Бізде келесі 6-шы бөлім, ол қолданылатын әдебиеттер. Мысалы, бізде қолданатын әдебиеттер тізімін жасаған кезде қалай жасауымыз керек, соны білу үшін осы экранға назар аударсаңыз көруге болады. Яғни педагогтар үшін бөлек, оқушылар үшін бөлек әдебиеттер атауы көрсетілу керек. Еңбектің саны әрқайсысына кем дегенде 15 еңбек болу керек. 15-тен кем болмау керек. Яғни ол еңбектің аты, кітаптың аты, авторы, баспасы, шыққан жылы, беті бәрі айқын көрсетілу керек. Яғни бізде 7-ші бөлім, бұл қосымша бөлім. Қосымша бөлім жаңа сыныптан сабақтар, кестелер, мысалы жұмыстар, сыныптан соларды қамтуға болады. Солай біздің оқу бағдарламамыздың құрылымдық бөлімі ол 7 бөлімнен тұрады. Енді біздің оқу бағдарламасын жасаған кезде қандай талап қойылады десеңіз, бірінші толықтылық, нақтылық, үдерістік. Толықтылық дегеніміз, яғни оқу бағдарламасына болуға тиісті мазмұндық элементтердің бәрі де болу керек. Нақтылыққа келетін болса, мазмұнды берілген мазмұнды жүзеге асыру үшін оған тиісті нақты белгілер, сипаттамалар бәрі көрсетілу керек. Үдерістік бөлім міндетті түрде ол білім беру мазмұнын оқыту үдерісімен бірлесе жұмыстану қажет. Осындай қойылған талаптар орындалған жағдайда оқу бағдарламамыз өз мәресіне жетеді. Бұлай болса, авторлық бағдарламаның құрылымдық элементтеріне тоқталатын болсақ, бірінші түсініктеме хат, екінші құрылымдық мазмұндық бөлім, үшінші нормативтік бөлім, төртінші бізде төртінші ақпараттық әдістемелік бөлім, бесінші әдістемелік нұсқаулық, алтыншы қолданылған әдебиеттер, жетінші қосымша бөлім болады. Бүгінгі сабақта осындай ақпараттармен таныстық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.